Зорлық-зомбылыққа ұшыраған азаматшаларға көмек және кеңесті 3 бағыт бойынша жүзеге асырамыз. Бірінші бағытымыз жаңа осы мына орталықты паналаған қызмет алушы әйелдер мен олардың балаларымен жұмыс, жаңа айтып өттім. Екінші бағыты жаңа кез келген адам аяқтай келіп, немесе сенім телефонына қоңырау шалып, өзіне қажетті кеңес түрлерін ала алады. Бөлімшеде 46-60 номерлі сенім телефон жұмыс жасайды. Мамандардың барлық кеңестері тегін әрі құпия түрде жүргізіледі. Бұл жерде тек қана зорлық-зомбылыққа байланысты емес, қоңырау шалушы болсын, немесе аяқтай келуші болсын, өздерінің көкейіндегі түрлі сұрақтармен хабарласып жатады. Сондайда мамандардың кеңестері беріліп, қажет болған жағдайда арыз жазуға көмек көрсетіледі. Бұл жерде тек қана әйел адам емес, ер адамдар да кеңеске қоңырау шалып телефонға немесе аяқтай келіп кеңесте алуға болады.